Арабияда Билал соғыстың ортасында өзін жауынгер ретінде елестетіп, резиденциясын айналып өтіп, ақыры құлап, әпкесі Гуфера күле бастайды. Ашуланған бала кенже қызының өзіне жақындағанын қалап, киім-кешек арқанының артына тығылған қызды қуа бастайды. Билал өзінің сүйікті қуыршағын алып кеткенін айтады. Ал Гуфера оған қарсы тұру үшін жүгіреді. Тез арада ағасының анасы резиденцияға жақындап келе жатқан жауынгерлердің үлкен тобын байқаған кезде төбелесті тоқтатуға келеді. Оларға қауіп төніп тұрғанын түсінген әйел балаларын үйдің шкафтарының біріне қамап, Билалдан әпкесін күтуін сұрайды. Осыдан кейін бірден сарбаздардың бірі оны шетке сүйреп апарады. Ал ашуланған бала оны құтқаруға тырысады. Бірақ оны солдаттар, оны тұтқынға алған адамдар қағып кетеді. Бірнеше жылдан кейін Мекке қаласында жасөспірім Билал мен Гуфара ауылдың шатырында оянып, олар зұлым ауыл басшысы Умаяның қызметшісі болды. Ағасының тағы бір қорқынышты түс көргенін түсініп, олар тұтқынға алынған күнді еске алып, жас келіншек шешеді. Оған бақытты тиын беріңіз және оны құдайларға ұсына алатынын айтыңыз, сонда олар оны қорқынышты армандардан құтқарады. Алайда Біләл бұлардың ешқайсысына сенбейді және сіңлісіне анасын солдаттар ұстап алып, өлтірген кезде құдайлар оларға көмектеспегенін еске салады. Сонымен қатар, жас жігіт әпкесіне тәтті тағам сатып алуды жөн көретінін түсіндіреді. Өйткені бұл оны бақытты етеді және олар ақшаларын тиімді пайдаланады. Осы кезде саудагер Гаферге су әкелсін деп айқайлайды. Бірақ Билал оның орнына баруды шешеді және жолда сендіруді білетін елшілердің бірін кездестіреді. Әркім өз тиындарын құдайларға берсін. Алайда бала бұл адамның өзін қорқытуына жол бермей кетіп қалады. Сонымен бірге ауылды аралап келе жатқан Гуфера бастықтың ұлы Сафаннан сөгіс алады. Ол барлық тұтқындарды ермек үшін қорлайды. Содан кейін бала достарына жас әйелді ұстап алуды бұйырады. Оның әрекет етуге уақыты жоқ. Нәтижесінде қылмыскерлер оны иммобилизациялайды. Осыдан кейін бірден Сафан жебені атуға дайындалды. Бірақ Біләл оны абайсызда ұстап алып, ессіз адамды достарының бірінің жебесімен ұрды. Олардың әпкесіне не істеп жатқанына ашуланған жас жігіт өзінің соққыларымен қылмыскерлердің бірін құлатады. Содан кейін жауынан тағы бір жебені бұрып жібереді. Ол оны кері қайтару үшін маневр жасайды. Содан кейін Билал садағын басынан жоғары көтереді. Бірақ оны Гуфер тоқтатады. Ол болған оқиға үшін кешірім сұрайды. Осылайша текетіресті тоқтатады. Осыдан кейін бастықтың баласы кетіп қалады. Ал Билал әпкесінің басынан өтуіне рұқсат бергені үшін кешірім сұрайды. Жас келіншек кешірім сұрап жатқанда, көпес Сафанға көмекке келіп, ағаларына кетуді бұйырды. Бірнеше сағаттан кейін ауылдың жер асты ауданында тұтқындардың тағы бір аукционы басталады және ұйымдастырушы сатып алушылардың өтініштерін қабылдайды. Ал қалған тұтқындар зындандарда күтіп тұр. Осы уақытта өз дүкенінде Ақпа өзінің ең жақсы қызметшілерін сатылымға шығара бастайды. Өйткені оған келуші келген манипулятор елшісімен бірге келген бас Умая. Сатушы ұсынған нұсқаларға қарамастан, бастық ең күшті ерлердің бірін таңдауға шешім қабылдайды. Ал Ақпа тырысады. Әдеттегіден жоғары баға алу үшін. Бұл көзқарасқа ашуланған Умая саудагермен бәрібір бітетінін айтып, жерге сансыз алтын тиындарды шашып тастап жақындап, оның тапсырысы сәл кешіктірілгеніне қарамастан жеткізуге дайын екенін айтады. Мұны естіген Умая не болғанын сұрайды. Ал саудагер Сафуанның Билалмен бірнеше сағат бұрын болған қақтығысы туралы айтады. Жас жігіттің ұлына көпшілік алдында қарсы шыққанын түсінген бастық шара қолдануға бел буып, Билалға түн түскенде оған келуін бұйырады. Жас жігітті көрген бойда Умая Билалдың өзінікі екенін және бұл ешқашан өзгермейтінін айтып, оны қорлай бастайды. Оның білігі үшін жаза ретінде күзетшілердің бірі баланы қамшымен сабауға үкім шығарады. Ал ашуланған ауыл басшысы ұлының бетінен ұрады. Ол енді ешқашан қызметшімен жекпе-жекте жеңілмеу керектігін айтып, бетін ұрды. Сол түні Біләл біраз демалу үшін кабинасының төбесіне отырды. Оны әпкесі тауып алды. Ол оның осындай ауыр жазаға тартылғанын білгенде көңілі толмады. Келесі күні таңертең Біләл қораға барды. Ол жерде жалғыз демалып жатқан үлкен ақ атты кездестірді. Толқып тұрған жас жігіт жануарға жақындауға бел буады және оған көтерілуге бірнеше минут жұмсайды. Өйткені ол әрқашан соғысатында күшті жауынгер болуды армандаған. Барлық қиындықтарға қарамастан, Біләл аттың арқасына шығып үлгереді және оның бұл әрекетіне рефлексивті түрде жауап бергендей, жануар қаша бастайды. Жылдар өтіп, Біләл ақ атқа жақындай түседі. Оны ұзақ сапарға өзімен бірге алып кетеді. Тағы бір күндік сапардан кейін жас жігіт Мекке ауылына оралады. Онда кішкентай бала ауыл тұрғындарынан біраз ақша сұрайды. Өйткені ол бірнеше күннен бері кетіп қалды. Оның тамағы жоқ. Мәселе мынада, шаруалардың ешқайсысы оған мән бермейтін сияқты. Ал бейшара бала елші бағып отырған құдайларға құрбандық шалу мүсініне қарап тұр. Содан кейін бала монеталардың біріне жетуге тырысып, мүсінге көтеріле бастайды және мұны көрген елші оған жақындауға дайындалып жатыр. Осы кезде Біләл келіп, баланы тоқтатып, оның қолынан келмейтінін, әйтпесе оны ауыр жаза күтіп тұрғанын айтады. Енді елші оларға қарамайтындықтан бала баласына тамағын береді. Оған алғыс айтқаннан кейін бала кетіп қалады. Ал Билалға жұмбақ адам келеді.
ол саудагерлердің әміршісінен басқа ешкім емес. Өзін ауылдың құдіретті елшілерінің бірі деп санай отырып, ер адам оның алдында басы еді. Бірақ саудагер бәрі жақсы деп мәлімдейді. Егер ол өз тағдырын өзі шешуге бел буса, Билал ұлы адам болады деп мәлімдейді. Осыдан кейін Билалға Сафуанға хабарлама жіберу бұйырылады. Ол келесі жаттығуды аяқтайды. Ал қызметшімен бетпе-бет келген қылмыскер оны әдеттегідей қорлауды шешеді. Сондықтан Умаяның ұлы балаға тізе бүгуді бұйырады және кейбіреулер билік ету үшін туылса, басқалары қызмет ету үшін туылғанын айтады. Бұл сөйлем Билалды ашуландырады, бірақ ол өзін ұстауға бел буады және бірнеше минуттан кейін досы Сариппен үйінде кездеседі. Мен әдетте ауыл басшысына қару жарақ дайындайтын темір ұстасының қызметшісімін. Ағасының Сафуанға қайта барғанын естіген Гуфера оның жағдайы жақсы ма деп сұрайды және заңсыз ұлының қылығына ренжіп, Сарип егер мүмкіндік болса, оны қазірдің өзінде жойып жіберер едім дейді. Біләл кейін босануға кетеді. Умаяға досы жасаған тостағандағы тамақ пен сусын салынған науаны әкел. Тамақ әкеліп жатқанда қызметші ер адамдардың әңгімесін тыңдап, көп ұзамай олар үшін, көңіл көтеру үшін ән айтуға мәжбүр болады. Келесі күні таңертең қалаға бүркітпен бірге атқа мінген жұмбақ адам келеді. Осы уақытта ауылдың қақ ортасында күзетшілер құдықты пайдаланып жатқан тұтқындар мен шаруалардың қасына келіп, оларды Құдайдың сыйларының біріне қол тигізбей-ақ ләззат алғаны үшін жазалай бастайды. Осыған байланысты бүлік басталып, сол адамдарды жазалағысы келген күзет командирі оларға қамшыларын құдықтан су алғандардың бәріне қарсы қолдануды бұйырады. Күзетшілер жазықсыз өтіп бара жатқан адамдарға тез шабуыл жасайды, бірақ дүрбелеңді Хамза тоқтатады. Ол сарбаздардың бірін қабырғаға лақтырады. Осыдан кейін бірден жауынгер тобырдың ортасына қарай бет алады. Ол жерде командирге қатты шапалақпен ұрып, өзеннен су ағып жатқанын айтады. Мекке қаласы әрқашан оның барлық тұрғындарына арналған. Сонымен қатар Хамза күзетшілерге дереу тоқтауды бұйырады және егер олар қайтадан шаруаларға шабуыл жасауды шешсе, оның қаһарына ұшырайтынын айтады. Жағдайды бақылауға алған соң жауынгер кетіп қалады. Ал Билал жаралылардың сауығып кетуіне көмектеседі. Түн түскенде ағайындылар мен әпкелер саятшылықта сөйлеседі. Ал Билал оның кеткенін айтады. Сол күні таңертең саудагерлердің қожайыны Сиддикпен сөйлесу үшін. Мәселе мынада, ағасы мен әпкесінің әңгімесін Сафуанның қызметшілерінің бірі естіп, қожайынына ескерту үшін жүгірді. Осы уақытта оның үйінде Умая командирмен ауылдағы істердің барысы туралы сөйлесіп жатыр. Ал ер адам оған бұрын болған қақтығыс туралы ескертуді шешеді. Сен оны Сиддик пен Хазамның тұтқындарды сатуға қарсы қозғалысқа қосылу үшін көбірек адамдарды жинап жатқанын айтып ашуландырасың. Қазіргі уақытта Меккенің сатқындарға толы болуы мүмкін екенін түсінген Умая оның билігінің кез келген қарсыласын дереу келуге шақырады. Мұны естіген Сафуан әкесіне Билалдың Сиддикпен кездесуі туралы ескертуді ұйғарады және басшы еш ойланбастан қызметшісіне бұл айыптаулардан қорғануды бұйырады. Өйткені ол мұны істей алатынына сенбейді. Бұл жағдайдан қашып құтыла алмаған Біләл науаны тастап, қожайынына бұрылып, өз ойын айтуды ұйғарады. Содан кейін ер адам бұл бөлмедегілердің бәрі бірдей туып өлетінін, сондай-ақ бір ауамен тыныс алып, бір суды ішетінін айтады. Демек, олардың барлығы еркін және тең жаратылыстар. Мәселе мынада, Билалдың сөзін ешкім қадағаламайтын сияқты. Ал саудагерлердің бірі күліп жатқанда, Сафуан әкесін одан бетер ашуландырып, қызметшісін жазалауды шешеді. Содан кейін Билал зынданға орналастырылады. Онда оған бірнеше күн бойы шабуыл жасалып, бірнеше рет жараланады. Ал күзетшілер оны сөздерінен бас тартуға мәжбүр етеді. Алайда, бұл адам табанды болып қалады және өзіне жасалған әрбір қорқақ шабуылға қарсы тұрады. Осы азаптың ішінде Біләл өзін басқа жерде, қаңырап, бос жатқан таулардың арасында үлкен жауынгерлік атпен көтеріліп бара жатқанын көреді. Не болып жатқанын түсінбесе де, бұл адам шөлді аралап өтуді ұйғарады және оған шабуыл жасау үшін жақындап келе жатқан алып Құдаймен бетпе-бет келеді. Өзінің табандылығын дәлелдеу үшін қолынан келгеннің бәрін жасауға бел буған Біләл өзін жоғарыдан лақтырып жіберген орасан зор тіршілік иесіне қарай асығады. Ұрыс даласын шарпыған үлкен елшісімен бірге тұтқынмен сөйлесуге келген Умаяның сапарынан оянды. Ол адамға су бергеннен кейін бастық оның өзі сияқты қызметші екенін, бірақ адам емес, ақша екенін, бұл жердің нағыз қожайыны әлем екенін түсіндіреді. Умая ауылда уағыздайтын құдайлар мен ырымдарға ешқашан сенбейтінін мойындады. Бірақ бұл оның әрбір фермерден ақша алуына кедергі болмады. Сонымен қатар, басшы ол жерге Біләлді жою үшін емес, оны тыңшы болып, Сиддиктің ниетін ашу үшін жоғары бағаланған қызметші ретінде жалдау үшін келгенін түсіндіреді. Алайда, бала зұлым адамның барлық ұсыныстарын қабылдамайды. Өйткені ол оның өміріне не істейтіні маңызды емес. Өйткені ол жай ғана өз ойын айту арқылы өзін еркін сезінеді. Бұл жауап Умаяны ашуландырады және ол Билалды әдеттегідей жойылмайтынын айтып, оның шешімі үшін жазалауды шешеді. Сондықтан сарбаздар тұтқынды сыртқа шығарады. Онда елші мен оның күзетшілері сатқынды өлтіру рәсімін дайындады. Біләл жерге лақтырылғаннан кейін, оның шынжырлары еденге қадалып,
достары не болатынын біліп, не болып жатқанын бақылап отырады. Содан кейін елші тұтқын туралы айта бастайды. Егер ол өзін кішіпейіл етіп, күнәлары үшін кешірім сұраса, құдайлар оның күнәларын кешіретінін айтады. Әйтпесе оның салдары болады. Рәсім кезінде Сиддик Умаяға жақындап, оны сатып алу үшін Билалға әділ баға ұсынғанын еске салады. Алайда, бастық енді тұтқынды сатумен айналыспайтын сияқты, және күзетшілер тобына алып тасты алып келуді бұйыру арқылы соңғы жазаны жалғастыруға мүмкіндік береді. Үлкен тас Билалдың денесіне түскенде бәрі үрейлене бастайды. Ал Сафуан оны мазақ етуге келеді. Мен оның әлемінде қанша құдай бар екенін білесің бе деп сұраймын. Ауырғанына қарамастан, Біләл бір ғана құдай оның шынайы құдайы деп жауап береді. Және сол сәтте аспан жабылып, қорқақ елшіні қорқыныштан жасырады. Ақырында Біләл әрқашан бостандықта болатынын айтады. Ал ашуланған Сафуан тасты одан да қатты жаншу үшін итере бастайды. Досының ұзаққа бармайтынын түсінген Сиддик оған 2 еселенген соманы ұсынды, ал Умая келісіп, ер адамның ұсынысын үзді. Содан кейін оны достары құтқарды. Мәселе мынада, Гуфера әлі де Меккенің қызметшісі, ал Сиддик оған тез арада сол соманы ұсынады. Алайда Умая бұл әйелдің ұлына берілген тұтқын болғанын айтады. Ал Сафуан олар көп нәрсені ұсынса да, оны ешқашан ешкімге сатпайтынын ашық айтады. Осылайша Гуфераны сол жерден алып кетеді. Және олардың тірі қалу үшін Сиддик ер адамдардан Билалды бұл жерден алып кетуін сұрайды. Өйткені олар не істейтіндері туралы ойланулар керек. 3 айдан кейін Билал Мекке көшелерінде Саадпен сөйлеседі. Ал жас жігіт досының көтерілісі туралы жаңалықтардың жиілеп бара жатқанын, сондықтан олар бұл қаладан біраз уақытқа кетуге мәжбүр болатынын түсіндіреді. Саад сондай-ақ, егер олар сол жерге жете алса, олар орналасатын орын тапқанын айтты. Осылайша топ жаттығуға кіріседі. Ал Хазам жауларынан қалай қорғану керектігін білу үшін семсермен жұптық жекпе-жекті үйретуді шешеді. Енді олар қайтып оралуға дайын болған соң, топ Мекке маңындағы ауылға аттанады. Онда оларды бірнеше жергілікті тұрғындар қарсы алады. Осыған байланысты топ тек үлкен Мекке қаласында ғана қызметшілер бар екенін байқайды. Сондықтан олар мұның бәрін тез арада тоқтату үшін әрекет ету керек. Мұқтаж жандарға көмектесу үшін, қауіпсіз жерді қамтамасыз ету үшін Хазам шара қолдануды ұйғарып, өз тобымен бірге жаңа үй салып жатыр. Сайып келгенде Сиддик Билалдың шебер болғанын және одан да көп адамдарды өзінің бостандық мұраттарына сендіру үшін ол міндетті түрде болу керек екенін айтады. Барлығына сөз сөйле. Осы уақытта Умая өз командирлерімен өз үйінде кездесіп жүр және көтерілісшілер санының күннен күнге артып келе жатқанын түсінген соң, ол үлкен ашумен жаппай шабуыл жасауға бел буады. Келесі күні Біләл бала кезінде мінген ақ боз жылқымен қайта қауышады. Ал жануар өзінің ескі досын қайта көргеніне қуанады. Көп ұзамай ер адам Меккеден қашқынның ауылға жеткенін байқайды. Ал қария Умаяның қалада жасаған шабуылдары туралы айтады. Дәл осы кезде Біләл қорапты ауыл күзетшілерінің бірінен алады. Ол оның Сафуан жіберген пакет екенін түсіндіреді. Оны ашқан бойда ер адам әпкесінің шашынан өрілген өрімге сүрініп қалады да, ойланбастан Меккеге қарай бет алады. Хазаммен ант етемін. Бірнеше сағат өтеді. Ал ерлі зайыптылар қараңғы түскенде қалаға келеді. Ал Билал жалынға оранған үйлерді көріп ашуланады. Әр секунд сайын сансыз жазықсыз адамдардың өлетінін түсінген ер адамдар асығып, осы шабуылдан аман қалған жалғыз адаммен қайта қауышуды шешеді. Әпкесін аман қалғандардың арасынан көрмегендіктен Біләл іздеуді жалғастырып, отпен атпен батыл жүріп өтті. Ер адам Сафуанның тау басындағы үйіне тез жетеді. Бірақ ол кіре алмай жатып, қарақшылар, күзетшілер шабуыл жасаған тұрғындардың бірін құтқарады. Осыдан кейін бірден Біләл сарбаздардың қолына түсіп, оны жоюды бұйырмас бұрын Сафуан оны лақтырып жібереді. Оның бағытына ұшып бара жатқан Гуфер монетасы. Монетаның қанға боялғанын түсінген Біләл қатты күйзелді. Бірақ Хазам бірнеше секунд ішінде күзетшілерді жеңіп, досына көмектесу үшін пайда болды. Өміріндегі ең маңызды адам әпкесінен айырылғанына қарамастан, бұл адам оның бекер болуына жол бермейді. Біраз уақыттан кейін Билал соғысты тоқтату үшін Хазаммен және оның әскерінің басқа мүшелерімен кездеседі. Сонымен бірге Умая ұлын ол жоқ кезде қалаға жауапты етіп тағайындайды және қалаға шабуыл жасаған сарбаздарды, бүлікшілерді басқару үшін сауыт сайман киеді. Әскерлер кездескен бойда екі жақ бір-бірімен соғысу үшін 3 сарбаз жібереді. Ал бірнеше секундтан кейін бостандық үшін күресушілер жауларын еш қиындықсыз жеңеді. Хазамның серіктері қалған сарбаздарға қосылып жатқанда, ақпақ қорқақ болып, көшбасшысын тастап алысқа қашады. Жаңа ғана куә болған нәрсеге ашуланған Умая әскерінің бәрін құртып жіберуін талап етіп айқайлайды. Ал Хазам достарына мүмкіндігінше тез жүгіреді. Мүмкіндікті пайдаланып, Саад садақшыларға жебелерін атуды бұйырады. Және осы стратегияның арқасында жау әскері күтпеген жерден ұсталды. Жебе жаңбыры олардың әрқайсысын жойып, шабуылды тоқтатады. Бірнеше секундтан кейін шаң басыла бастайды. Бірақ Умая сарбаздарының бір бөлігі ғана зардап шеккенін байқаған Хазам олармен жалғыз кездесуге дайындалып жатыр. Өйткені ол жолдастарынан бөлек. Алайда, оларға шабуыл жасалмас бұрын бостандық үшін күресушілер күміс рыцарлардың алып армиясының қолдауына ие болды.
оларға қосылған сияқты. Енді олардың айтарлықтай артықшылығы бар. Билал сарбаздарды ұрысқа апарады. Ал Хазам өзінің көптігінің арқасында бостандық үшін күресушілер Енді олардың айтарлықтай артықшылығы бар. Билал сарбаздарды ұрысқа апарады. Ал Хазам өзінің айқайын айқайлап жүгіреді. Жауынгерлердің көптігінің арқасында бостандық үшін күресушілер жаулардың көпшілігін бірінен соң бірін жою арқылы жеңе алады. Саад Садақпен көптеген қарсыластарын жойып жатқанда, Сариб өзінің қатал күшімен соғысады. Ол күрес рингінде жүргендей сарбаздарды жеңеді. Ұрыс даласының арғы жағында Біләл қарсыластарымен қатты бетпе-бет келеді. Бірақ ақыры жеңіліп, Хазамнан қолдау алады. Енді олар бірге болғандықтан, мұғалім мен шәкірт ұрыс даласында бірге соғысып жатыр. Ал армия қарсыластарын көбірек жеңуді жалғастыруда. Ашуланған меха командирі Хазамға асығады. Бірақ жауынгер шегінбейді және мұғалімнің жүзі тамағын тесіп тұрған жындыға қарсы тұрады. Жеңіліс жақындаған сайын, Умайя шайқасқа кіріп, айналасындағы көптеген сарбаздарды жоя бастайды. Өзінің қас жауымен бетпе-бет келген Біләл зейінін шоғырландыра бастайды және шабуыл кезінде қарсыласын жою үшін маневр жасайды. Көп ұзамай Біләл Умайяға жеңілгенін жариялауды бұйырады. Бірақ оны аяқтамақ болған қарсыласы құлатады. Біләл өзін қорғау үшін қалқанын тез пайдаланады да Умайяны шетке лақтырып жібереді. Соның салдарынан қылышы сынып қалады. Бұл зұлымның тепе-теңдігін жоғалтуына әкеліп соқтырады және оны бір жола тоқтату үшін балала оған қарай секіреді. Сынған жүзді кеудесіне шаншып, оны аяқтайды. Жау меха көсемінің кетуімен отарлаушылар әскері бір жолы жеңіліске ұшырады. Бірақ қала бос болса да, Сафуан әлі де әрекет етуге ниетті және елшімен кездесіп, әрі қарай не істеу керектігін шешеді. Осыған байланысты басқа да қақтығыстар уақыт өте келе жалғасуда және көптеген жеңістерге қарамастан, Билал мен оның достары экстремалды жекпе-жекте жарыстан шығып қалған Хазамнан айырылады. Батылдық. Сол күннен бастап Сиддихик пен Билал барлық қызметшілерді босатуға ант берді. Осылайша олардың әрқайсысының өмірінде жарық басым болады. Жылдар өткен соң, Сафуан аймақтағы ауылдардың картасына қарап, Мекке бостандық үшін күресушілер әлі басып алмаған жалғыз жер екенін түсінеді. Оның үстіне қаланың елшісі аурудан қайтыс болды. Ал қазір бүкіл ежелгі Арабия бостандықта болғандықтан, Билал шешім қабылдады. Сафуанға соңғы рет бару үшін, алайда оны жоймас бұрын жауынгер жауының әпкесін не үшін өлтіргенін сұрайды және оның жауабын білу үшін терезеге қарау керек деп жауап береді. Абдырап қалған Билал терезеге жақындап, әпкесі Гуфараны тауып алады. Ол әлі тірі және ештеңе болмағандай үйде жұмыс істейді. Бірдеңе болды. Сафуан әкесінен айырылғаннан кейін, ол қамауға алынған түні Билалдың айтқандары туралы ойлана бастағанын және оның басты әрекеті адамгершілік деп шешкенін, оны аямайтынын және бәрі біткенше оны қорғайтынын айтады. Соғыстың жауының ойын өзгерткенін түсінген Біләл оны жоймауға бел буып, бұл оның өміріндегі соңғы игі ісі болмауын өтінеді. Бұл сөйлем Сафуанды ойлы және алшақ қалдырады. Ағасы мен әпкесі жылдар бойы ажырасқаннан кейін қайта қауышады. Ақырында бүкіл Мекке қаласы Билалдың сөзін тыңдау үшін жиналды. Онда ол адамдарды қорқынышты түрмеден босатқан ұлы қаһарман ретінде